Ассалаумағалейкум барлықтарыңызға. Бүгін сіздерге өте маңызды, яғни өзімнің білім беру саласындағы алдағы болашағыма байланысты маңызды жаңалықпен бөліскім келіп отыр. Сондықтан да видеоны соңына дейін қараңыздар. Бүгінгі видеода қонақта Нұржігіт Октябрьұлы және де Жекей Қонай. Естеріңізде болса, 2019-2020 жылдан бері мен қарап келе жатқан адамдар бар шығар. Осы уақыттан бастап трейдинг инвестиция саласына қызығушылық танытып бастап, студент кезден бастап былайша айтқанда, осы саламен қазіргі таңға дейін айналысып келе жатырмын, және де алғашқы 2023 жылға дейінгі уақыт осы саладағы тәжірибе жинау уақыты болатын болса, сол 2023-2024 жылдары адамдардың сұранысы мен қызығушылығына байланысты осы саланы қазіргі таңға дейін үйретіп келе жатырмын, яғни білім беріп келе жатырмын. 2024 жылдан бастап Нұржігіт мырзамен бірге Ризық академиясын құрып, қазіргі таңға дейін онлайнда, офлайн форматта да адамдарға білім беріп келе жатырмыз. Осы уақытқа дейін шамамен Ризық академиясымен есептейтін болсақ, 2000-нан астам шәкіртке осы трейдинг инвестиция саласын толығымен онлайнда, офлайн форматта үйретіп шықтық. Енді сіздермен бөліскім келіп отқан жаңалық, осы білім беру бағытындағы жолымды тоқтатсам ба деп отырмын. Әрине ол қайтадан қолға алуым да мүмкін, немесе уақытша болуы мүмкін, немесе мүлдем тоқтатып тастауым да мүмкін. Бірақ та академия, біздің Ризық академиясы өзінің жұмысын жалғастыра береді. Ризық академиясы осы уақытқа дейін, осы қаншама жылдан бері жиналып келе жатқан тәжірибенің барлығын қоса отырып, білім сапасын, білім беру сапасын, жүйесінің барлығын реттеліп, қазіргі таңда өте жақсы деңгейде, жоғарғы деңгейге дейін жеткіздік деп айтсақ болады. Енді мен осы білім беру саласындағы жолымды не үшін тоқтатайын деп жатырмын, сол себептермен бөлісіп өткім келіп тұр. Біріншіден, әрине, адами фактор ретінде осы 6 жылдан бері қаншама адаммен жұмыс жасап, қаншама сабақтар бергеннен кейін уже шаршау деп айтсақ болады. Екінші жағынан уже менсіз де Ризық академиясында уже Жекей мырза сияқты, яғни менің орнымды баса алатын және де осындай жоғары деңгейде білім бере алатын мамандар пайда болып, Ризық академиясы өзінің деңгейіне жетті деп ойлаймын. Сондықтан да осы факторларға сүйене отырып, білім беру бағытындағы жолымды осылай уақытша немесе мүлдем тоқтатуым әбден мүмкін. Алдағы уақытта Ризық академиясы өзінің жұмысын жалғастыратын болады. Ол туралы Ризық академиясының жоспары, болашағына байланысты Нұржігіт мырза өзінің ойымен, жоспарымен бөлісіп өтсе. Тағы да ассалаумағалейкум. Есімім Нұржігіт Октябрьұлы. Нұрбол мырзаның серіктесімін осы сәтке дейін. Ризық академиясының негізін қалаушылардың бірімін. Енді біз 2024 жылдан бастап Нұрекемен бірге онлайн, офлайн білім беру саласында осы трейдинг инвестиция бағыттарын үйретіп келе жатырмыз. Әрі қарай қазір компанияның болашағы не болатынын түсіндіріп беремін. 24 жылдардан 26 жылға дейін Нұрбол мырзамен бірге жұмысты жасап келе жатырмыз. Өте көптеген жұмыстар жасадық. 2000-ға жуық адамға білім бердік, көптеген табысты трейдерлерді шығардық. Нарықта өте үлкен өзіміздің орнымызды алып, қазір жақсы жоғарғы деңгейлерге жетіп, білім беру сапасын өте жақсы жоғарғы деңгейге көтеріп тастадық. Өзіміздің қазір қосымшамыз бар, шебер трейдер атты курсымызды керемет деңгейге де жеткізіп, жақсы жұмыс жасап келе жатырмыз. Әрі қарай енді компанияның болашағы не болады? Компанияның болашағы әрі қарай Нұрбол мырзасыз жалғасатын болады. Бізде енді Жекей мырза секілді мықты білікті трейдерлер өте көп командамызда. Сол себептен осы тамыз, қыркүйек айынан кейін әрі қарай Нұрбол мырзасыз осы Ризық академиясы жұмысын жалғастыра береді. Ризық академиясында Нұрбол мырза онлайн эфирлер мен офлайн сабақтарды өзі өткізетін еді. Келесі алдағы болатын өзгеріс, сол эфирлерді енді Ризық академиясының трейдерлері, ал офлайн обучениелерді тоже біздің менторлар өткізетін болады. Ризық академиясындағы шебер трейдер онлайн курсында дәл сол өзіміздің баяғы Нұрбол мырзаның сабақтарын әлі де таба аласыздар. Ол сабақтар сол күйі тұрады. Сол сабақтарды әлі онлайндағы адамдар көре береді. Жалпы Ризық академиясындағы Нұрбол мырзаның міндеті көбінесе Discord серверіндегі эфирлер, morning call'дарды өткізу, эфирлерін өткізу, және в основном офлайн обучениелердегі спикер ретінде болған тұғын. Енді алдағы уақытта Нұрбол мырзаның осы жұмыстардағы міндеттері
кімге ауысады, қалай болатынын Нұрбол мырза қазір таныстырып айтып береді. Яғни осы уақытқа дейін офлайн обученияны жалпы студенттерімізге нәтижеге жеткізу үшін жасалатын көптеген міндеттемелердің барлығын өзімнің осы офлайн, өзімізде офлайн оқып шыққан, өзімнің жақсы көретін, өзімнің құрметтейтін осы Жеке мырзаға тапсырғым келіп отыр. Бұл кісі бізде 2024 жылы офлайн обученияны бізден аяқтады. Сол жерде өзін белсенді көрсетіп, өзінің жақсы нәтижелерімен, жақсы біліктілігімен, жақсы құндылығымен бізге сәйкес келгендіктен Жеке мырзаны біз бірден өзіміздің командамызға тартып, қазіргі таңда мен болмасам да Жеке мырза өзінің осы міндеттемесін өте жоғары деңгейде атқарып шыға алатындығына көзіміз жеткендіктен, осы Жеке мырзаны өзіміздің негізгі жаңағы Ризық академиясының бір мүшесі, бас бір менторы ретінде қабылдап, және сол кісіге міндеттемені тапсырғымыз келіп отыр. Және Жеке мырзаны өзін жеке тану үшін өзіңіз Жеке мырза толығымен өзіңізді толық таныстырып өтсеңіз. Рахмет. Тағы да ассалаумағалейкум баршаңызға. Өзімді қысқаша таныстырып кетейін. Есімім Жеке болады. Моңғолия мемлекетінде туылып өскен, ұлтым қазақ. Және де осы Қазақстанға келген 2024 жылдан бастап Қазақстанға келдім. Қазақстанға келмес бұрын Түркияда оқығам. Оқуымды бітіргеннен кейін әртүрлі салада жұмыстар, мамандықтармен жұмыс жасап көрдім. Соңғы шешім осы 2024 жылы Алматы қаласына келіп, осы Нұрбол мырзадан, Нұрбол мырза айтқандай офлайн түрде курс оқығам, трейдингқа карьерамды бастаймын деген шешім шығарған кезде осы кісілерді таңдап, осы кісілерге жолығып, ары қарай осы кісілерден толыққанды білім алып, қазіргі таңда трейдер ретінде және Ризық академиясында куратор ретінде сол 2024-те оқыдым. 24-тің сол соңына қарай осы Ризық академиясына кураторлық ретінде жұмыс атқардым, қосымша өзімнің трейдингімді жасадым. Және де қазіргі таңға дейін енді 2,5 жылдық тәжірибем бар трейдинг саласында да және адамдарға білім беру саласында да екеуін қатар алып жүріп, Ризық академиясымен 2,5 жылдың сол алғашқы 1 жылында Ризық академиясына онлайн шәкірттеріне сабақ үйреттім. Сосын соңғы 1 жылында Нұрбол мырзамен бірге офлайн шәкірттерге сабақ үйреткен осындай тәжірибе жинадым осы күнге дейін. Енді алдағы уақытта жаңағы осы Ризық академиясының, осы Нұрбол мырзаның, Нұржігіт мырзаның маған сеніп берген отқан жауапкершілігін барынша өзімнің барлық тәжірибемді, қолымнан келетін барлық білімімді, өзімнің қолданып жүрген барлық жинаған ақпараттарымды келетін шәкірттерімізге аянбай бөлісуге, барынша Қазақстанға мықты бір білікті трейдерлар жасап шығаруға, соларға білім беруге атсалысатын боламын. Рахмет. Жеке мырза жайлы қосымша өзімнің тарапымнан қосып жіберетін ақпараттар енді 2024 жылы бізде оқып бастады. Содан кейін жақсы көзге түсіп, бізге жұмысқа, командамызға қосылды. Өте мықты, білікті трейдер мен мойындайтын, және көптеген осы академиямыздан шығып жатқан нәтижелердің көп бөлігі осы Жеке мырзаның арқасында шығып жатыр. Енді алдағы уақытта сенімді қолда деген сенімдемін. Жеке мырза өте сапалы түрде Нұрбол мырза орнын басып, офлайн обучениелерді өткізетін болады. Сонымен қорытындылай келе, осы Ризық академиясындағы өзімнің жұмысымды тамыз және қыркүйек айларында соңғы өзімнің міндеттемелерімді атқарып, құрамынан кететін боламын. Және де бұрыннан менен оқығысы келіп жүрген жандар, бірақ кейінге қалдырып жүрген жандар болатын болса, 3 тамыз күні бізде соңғы офлайн потогы болады, менімен болатын. Ары қарай Ризық академиясы өзінің жұмысын жалғастыра береді. Сондықтан да кейінге қалдырып жүрген жандар болатын болса, бізде төменде сілтеме бар, сол сілтемеге өтіп, офлайн обученияға жазылам дейтін болсаңыз, сол жерден толық ақпарат алып, обученияға қатысып жазылсаңыз болады.